Көршіміз Кенжебекова Жансылу апа 2020 жыл көшіп келді. Көршілерім өте жақсы адамдар, бірінен бірі өтеді. Жаңа жылдарың құтты болсын, іргеміз аман болсын деп бар жақсылықты тілейді. Тағы бір сұлу көршіміз Бибінұр апа. Бірнеше жыл ұстаздық қызмет атқарған, қазіргі таңда аяулы әже. Хоббиі қосылайық бір болайық бағдарламасын көру, теңізге барып табиғатқа шығу, балаларына тәтті бәліш пісіру. Келесі сұлу көршіміз Матлюба Махмұт қызы, 3-ші пәтердің тұрғыны. Әдемі гүлдер өсіргенді, бау-бақшамен айналысқанды ұнатады. 58 жаста. Сүйікті жар, балаларының анасы, немерелерінің сүйікті әжесі. Келесі сұлу көршіміз Зәмзәгүл, 4-ші пәтердің тұрғыны, Бектеміс жарының сүйікті келіні, Қожағұл Жемені елінің қызы, 4 баланың анасы, 4 жиеннің әжесі. Ал келесі сұлу көршіміз Гүлзира апа, 24-ші пәтердің тұрғыны, Мұнайлы ауданы Дәулет елді мекенінен 2017 жылы көшіп келді. 5 баланың анасы, Алланың берген 4 қыз, 1 ұлы бар. 10 шақты немере жиендер бар. Балаларының барлығы да жоғары білімді, немере бағып отырған асыл әже, хоббиі ән айту. Келесі көрікті көршіміз Алпысбаева Ағна, мамандығы мұғалім, сүйікті ұл қыздарының анасы, аяулы жар, хоббиі ет сату. Келесі аяулы көршіміз Утеголова Маржан Жанибековна, 1983 жылы туылған, жасы 41-де, 1-ші пәтердің тұрғыны, жолдасының есімі Асқат, 4 баланың анасы. Сымбатты да сұлу көршіміз Балмұрзаева Нұргүл Аманғали қызы, 2021 жылы тамыздың 18 күні 12-ші пәтерге көшіп келді. Отбасында 5 адам тұрады. Адамдарды күлдіргенді ұнатады, көмегін тигізгенді жақсы көреді. Хоббиі бос уақытында кино көру, музыка тыңдау. Гүлдей жайнаған сұлу көршіміз Мейрамгүл, 4 балапанның анасы, хоббиі ән айту. Тауда тыныш жерде демалғанды ұнатады. Болашақта жеке кәсіп ашып бизнеспен айналысқысы келеді. Көрікті де көңілді көршіміз Мейрамгүл, Атырау облысы Құлсары қаласында 2007 жылы жолдасымен отау құрған. Қазіргі таңда 2 қыз, 1 ұл тәрбиелеп отырған бақытты ана. 2021 жылы 20 мартта 32-ші шағын аудан 4-ші үй 13-ші пәтерге қоныс аударған. Жалпы көңіл көтергенді, күліп жүргенді, балалармен көбірек көңілді уақыт өткізгенді ұнатады. Жаздай жайнаған көршіміз Жадыра 1984 жылы өмірге келген. Жолдасының есімі Сержан, 3 ер баланың анасы. 2021 жылы тамызда көшіп келді. Ата-енесімен бірге тұрады. Бос кезінде үй тазалығымен айналысқанды жақсы көреді. Хоббиі қыдыру. Гүлдей сұлу көршіміз Гүлзада, ұл қыз өсірген аяулы ана, құрметті құдағи, немере жиендерінің сүйікті әжесі, балаларды жақсы көреді. Мамандығы тәрбиеші, сүйікті ісі ұйымдастыру. Келесі көршіміз Бақытнұр Әмірхан қызы, 18-ші пәтердің тұрғыны, көп балалы ана. Ән айту, дикторлық дыбыстау, монтаж жасау, өнерге қатысты барлық істі сүйіп жасайды.